지나는 길마다 인생은 어쩌다 하나하나 삼아 알아보자 그들이 알아봐 엘리에 와요 kesimde insan sen gözüne dalma kesimde insan sen gözüne dalma Bereketli hoşuma. Allah razı olsun. Alıyoruz bizim şirketlerge hoşuma olsun adayım. Assalamu alaikum. Бүгінгі жиылған құдалар барлықтарыңыздың бүгінгі жалын сәлемін жолдаймыз. Бізде өтіп 2-3 күннен бері осы екі баламыздың тілеуітте бақтастырған жайып бата беріп жатқан кісілердің үлкендердің қатасы Алланың дуаға шалынсын. Әрқашан аман есен үлкен азаматтар болсын, шифа әулетінің үлкен шаңырағы болсын. Енді екі бауырымызға барлық байлық бақыт тілейміз. Енді сау шаңырақтары биік, қозғалары биік, терезелері тең, үлкен ақорда болуын тілейміз. Құдалар бүйтіп бізге үлкен ағастарханды ат шаптырып ағастарханды үлкен көп рахмет. Алла разы болсын. Әрқашанда осындай береке бірлікте ағастарханда барлығымызды кезе көруді Алла нәсіп етсін. Біз өзіміз таныстыра кетейік. Мына Ермек екеуміз осы негізі туғанның осы отырғандардың аулын таниды деп ойлаймыз. Бір жерден бір шұңқырда өскендіктен жайдың біз қоңыр өлеңнің менің әкем аты Зәки деген кісі болған. Мына әбей дедің туысымыз кәкешалардың осында екеуміз ағайынды бір әбей осы ауылдың бажаларымыз. Анайтында кісі болғанда біздің ең үлкен бажамыз Атшыбай деген кісі болған. Осыдан 4 жылдың алдында дүние салған. Осының балалар шағалары ұлы қызы қияға қонған бір ұлы бар. Ол қалада Онсыбайында жұмыстайды. Және осында ең бір жағы атасы, бір жағы папасының баласы болып кеткен күйеуімен қыз келмеді, екеуі далада жүрмеді. Басқа балалар әдемі бір баласы тұрмысқа шыққан. Одан кейін екі жузгасы, біреу тауысып келген, біреу енді 11-ші класс кенже баласы. Басқа енді таныстардың Ермек өзім айтады, мына кісі менің үй үшін Әдет деген кісі түрік колледжде 20 жыл жұмыс істеп тұрып пенсияға шыққан. Мен өзім болтып қолға алсам қайырымдылық қоры деген бар, сонда жұмыс істеймін. Айлық түрінде қысқаша таныстырған досымдай. Сіздерге көптен көп рахмет. Тілеулеріңіз табыл, мұраттарыңыз асыл. Әрқашанда дастархандарыңыз жиылмасын. Біздің әндерді бауырымыз айтып береді. Біз өз әлімдігіне құрмет адам. Енді барлықтарыңыз
Бүгін сәлем жолдаймын. Құдалар сіздерге көп рахмет. Дастарханда күтіп алып жатқандарыңызға. Екі балаларымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, ұзақ ғұмыр жас жасасын. Барлығымыздың ақтайлардың мықты азаматы болсын. Айтамыздың аман жүрсін, келе жүрсе де. Құрметті қонақтар, бүгінгі ата-сақадарыңызды жай күтіп жатқандарыңызға көп рахмет. Қосылып жатқан екі баламыз бақытты, осы халқының бір ақтайлар отаулары болсын. Тамағы жоқ болса да халқына қабағын беріп, үйіне келген кісіге әрқашан қабақтары ашық, ойлап келіп отыратын жайдардың азаматтары болсын. Әрқашан осы бауырымызға бақыт тілеймін. Енді әлім болғанда тағы жиеніміз ағаштарын сайрақта өз айтып береді деп сеніп отырмыз. Рахмет. Бүгінгі күннің жанды сәлем жолдаймыз. Құдағи ағайын туыс барлықтарыңызға келіп отырғандарыңызға алғанымыз гүл өссін, алдарыңыз ашық, маңдайдарыңыз жарық. Екі баламыз бақытты болсын, екі баламызға батадарыңыз ата қаласы осы екі баламызға тие берсін. Айтқан батадарыңыз үлкендердің батасы тисін, дендері саулық қойын азаматтар болсын. Апайлары, жеңгелері қатар ұқсап өсе берсін, үлкендердің жасын берсін, дендері сау аман есен бақтарымызда олар жүре берсін. Екі баламыз бақытты болсын. Құрметті құдаларымыздар, ешбақ дастархандарыңызды жай ойлап жатқандарыңызға көп рахмет. Дастарханымыз жиылмасын, ойын-күлкіміз тыйылмасын. Осындай ата-сартанда береке-бірлікте ойнап күліп жүре берейік. Серік жаным замандас болатын. Бүгін құдағи болып жатырмыз. Құдағаларымыз ұзаққа жалғасып, әрқашан осындай ата-сартанда береке-бірлікте екі баламыз бақытты, барлығымыздың бір ақтайлар, мықты азаматтар болсын. Қара өлеңмен жеткізейін. Ал бәріміз бірге жиналып отырайық. Қазақтың дастарханында қара өлең қалықтап отырғанға не жетсін. Ал бірге жиналайық, бәріміз кеттік дейін. Arasında yok
бір кешірмейміз кеттік. Біздер үшін бұл кісілер бағасы бар оу, ұзатылған жиені баласы бар ағайын. Бақыт берсін бір Алла қос жиендерге оу, құтты болсын тойыңыз нағашылары ағайын. Ал бірге кеткеннен кейін айым ағайын, ағайынның тойында қатты қайта айым ағайын, ағайынның тойында осындай әнге салайын. Ағайынның тойында осындай шабалық ағайын. Ал қошемет өздеріңізге осы тамаша әнге салған. Ал жақсы келесі той тілегендерімен бірге шалдыға әулеттің ақ жаулықтары апаларымыз Рахима апамыз, Алмагүл апаларды ортаға шақырып, жақсы тілекте ақ жаулықты аналарымыздың ақ тілегімен жалға еткеніңіздер тамаша тілек сіздерден болсын. Ой, не нас емес. Затыларына және осы тойға келген қаламыздың ашылары, айын достары, қош келдіңіздер. Және өзіңіздің жақында жабық келдіңіздер, айтқан қош келдіңіздер. Енді қойып, аналарының артықпен айтып жатыр. Машаллах, Аллах деген тілектерін Алла қабыл етсін. Осы программамыз бақытты болсын, үлкен азамат азаматша болсын, барлығымыздың артынан отауымыз болып, және де осы сенбілген шаңырағын ұстап, ары қарай үлкен бір әулеттің өсімдеріне сенеміз. Балалар бақытты болсын, осы балаларды өсіріп өткен әке шешесі ана-әсер болсын. Барлық достарға амандық, сау осындай дастархан барлығы ағайын достың бірге бола берсін. Барлық ағайындар, барлықтарыңызға бүгінгі күні жанды сәлемін жолдаймын. Ендер қадамдарға салып өтсін. Осы қосылып жатқан екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын, Алланың назарында, бақыттың базарында болсын. Барлықтарыңызға аман. Жығып айтты. Құрметті құдалар, енді өткенде шайда болғандар бар, болмағандар бар. Біз енді өзіміз жаңа үш атада деп Ерлан ағамыз айтып кетті ғой. Сол кенжесінің балалары, шынбайлы құдаларыңыздың бірге туғандары кішкене таныстырып өтіп кетейік. Ол кісінің ең үлкен ұлы Семсерхан деген біздің әкеміз болған, қайтыс болған. Сол кісіден 4 баламыз, 2 ұл, 2 қыз. Біздің анамыз Рахима, біз Қазақстанда тұрамыз. Бұл кісінің 4 баланың ең үлкені, жаңа жүрген өткенде көрген шығыстар енді қарым өткенде ең біріншісі Ерғаш деген жездеміз бар, күйеу баласы. Оның үйші әне жер Бота келші бері. Ботагөз біздің ең үлкен әпекеміз. Осы Тубада тұрады. Жолдас жаңағы жүрген Ерғаш деген жігіт. Онан кейін мен болам, есімім Жомарт. Менің үйшім әне жерде отырған Дариға деген әйел. Өкісі де көмек әулетінен болады. Менен кейін інім Талғат деген жаңа жүрді, ән айтып жүрді. Талғат деген қалды. Талғат деген үлкенде көмекеріміз бар, көмекеріміз. Ол кісінің үйші міне Айгүл деген келініміз. Одан кейін кенже қарындасымыз Жанар келеген, оның күйеуі жолдасы Тілеужан мен олар Қазақстанда осыға бір себептермен келе алмады. Еркіміздің кейінгі ол Әмірхан деген ағамыз, Туысқан деген ағамыз болған, ол кісі дүние салды, ол кісіден бір ғане қыз бала қалған, ол да Қазақстанда Екібастұз қаласында тұрады. Ол да бір себептермен келе алмады.
Одан кейінгі інісі Әмірхан деген ағамыз бар. Ол кісі былтыр жылы дүние салып еді. Ол кісінің үй іші міне Алмагүл жеңгеміз. Ол кісінің 5 баласы бар. Ең үлкені Ақеркемнен қызы аймақта тұрады енді. Қалымжыда ма? Асырым жүр қазір істейді. Одан кейін Ақсәуле аймақта келе алмады. Ақсәуледен кейін Ақкөлде деген қызымыз бар. Ақкөлде келін болған, былтыр жыл ұзатқанбыз. Ол да бір себептермен келе алмады. Қазір иншалла Құдай бұйырса тойда келді, тойда тағы да таныса жатарсыздар. Одан кейін келіншегіміз міне Жаңыл деген қыз. Оның жолдасы міне Қызырбек деген Алтай. Бұл Алтай сынымдaki. Ең келіншегіміз міне Елік деген ұл. Ағамыздың шаңырағындағы осы Елік деген ұл бар. Одан кейін өздеріңіздің шынбайлықтарыңыз Серікжан ағамыз Қарашаңырақта отырған. Бұл кісінің 3 баласы бар. Үлкені осы Көптілектен кейінгі Тұзқа Санка Сәкекелі. Бұл съездің былтырғы жылда түскен келіні Сымақ Тайлау, өздеріңіз танисыздар, жолдасы Сымақ. Одан кейін Нұртілек деген бір кенже шаңырақтағы бауырымыз бар. Енді 3 апайымыз бар. Ол кісіден тараған. Ең үлкен апайымыз Қазақстанда былтыр жыл жолдасы қайтыс болып, дәл осы тойға сол кісінің жылмағы тарағандықтан келе алмай қалды. Көп сәлемін айтып жіберді. Балаларға жалынды сәлемін айтты. Тағы да Құдай бұйыртып дәм тартпаса, сіздермен дидарласып, жүздесіп, бір дастархандас болатынын айтты. Одан кейінгі апайымыз, Сәлхан апайымыз жаңағы гүл болып жүрген, оңылша сөйлейді, қазақша билейді. Біраз тілде сөйлейді. Бұл кісінің 5 ұлы бар. Балалардың бәрі жұмыста болғандықтан, Алайықта Ұлан-Батырда тұрғандықтан келе алмады, өзі келді. Одан кейінгі кенже апайымыз, Күләхан апайымыз, жаңа таныстырды, жездеміз гүл болып өлең айтып отырған. Бұл кісінің де 4 баласы бар, 5 баласы бар, 2 ұл, 3 қыз. Сондай біздің туысқандар осы. Ең үлкен ұлы міне жақсылық, жаңа жездемді айтып кетті ғой. Сыртқа шығып кеткен құзайды отында жоқ. Ақ жақсы мінеке, ақ жаулықтарымыз ақ тілеген жолдады. Ондай болса апалардың құрметінен бірі. Жаңағы Монғолдан бастай, Алайықтан келген Монғолша сөйлейді деп жатқан апаймен бірге айтайықтарымыз. Ал сіздер білетін тамашаған апалардың құрметіне, ақ жаулықты аналардың құрметіне, мінекей бүгін бір баласы екеу болып төбесі көкке сәл жетпей тұрған Майка анамыздың құрметіне бәріміз бірге шырқайық, бәріміз білетін тамашаған Мастың Борыл Еме деген тамашаны бірге шырқайық көреміз.
Аман тілек, шапқылық қата болсын. Бүгінгі ақ босаға аттап жатқан ақ келін ақ жаулықта апа болсын деген тілекті. Ал біз тамаша тәтті тілекті тойдырдың жалғайдың Айкадай ақ келіннің әбеке жезделері келіңіздер, жақсы тілек сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум. Сіздерге бүгінгі кештің жалғыз сәлем жолдаймын. Имансол Айкүмістің жездесі, оған мынау Айкүмістің әпекесі. Мен өзім қысқаша кездер айтып, еліміздің тумасы Қамза Өмірғали деген азамат боламын. Siz de durasın aytamiz. Aytmay qo'yib qo'shib qo'yadi.
Çakılın kuruyorlar, korkuyor rahmet. Onlara özgün ağayın dostlarım, her da son. Şeyleri çok hoşluk yaptan çayları var. Ağırlıklarına rahmet. Dostlarım, elinde vatanlar için yollar, elinde olmuş, bağlamız yapmışım bana. Akıttı olsun, derecede büyük olsun, çanaraklar büyük olsun, derecede büyük olsun, ömrüm çölüyorum, baktım, tutacaksın, yer olsun. Büyükleri canına, ölçüleri patlat ol, akıttı olsun, bağırlık başını o sağlıklarımızı odalarımızda konabilsin. Aramız vakitli olsun. Akıl деген сөзге барлық сияды. Менен Қазақстанның жөн-жөнөкөй келген каттысы болсын, култуусу болмак. Енді не айтам дедим. Босаган заттың балдарыңыз бақытты болсын. Енді ардап өткөн жыйынмай, осындай балдарыңыз жүре берет. Жақын жақын. Sonuçta yekbaların takip olsun, yeni sağ olsun, yeni tanıştırma. Gözümüz yes falan var, Abasına bunlar ayakları koyun. Kızım var. Sonra cenginden gelin kalmak yayınızda. Keşifler gezir olan yerimizde yekbalar takip olsun, yeni sağ olsun. Şartlar şeyimizden kelime kabartlarımızdan ve yeni sağ olsun. Tamam mı? Yekbalar takip olsun. Rahmet. Sen çasına asırmasın kıpsıda geç kalgan eken edese aslan beyinde algan resim salgasın. Yalnız dostlar жүрген kişiler olsa toy törüne dostlarına basına şaklayık. Ау. Одан Ерғазы өзі салған ат. Шөпен өзі салған. Қазір осыған шыдайды. Содан кейін. Бәрі тамам деп қойдым. Bileki. Allah'ın bileki aldığımızda aktırmasının aslı gelip kalgan eken endişe barışı alayım. Amin. As bazasmalayık. Amin. Şuradan kayın jarılqaсын, армасын. Деген тілектеріңізге ойлаған ойларыңызға аман етсін. Ойған ақсарбастарыңыз қабыл болсын. Екі бала бақытты болсын, дендері сау болсын. Күніңіз ұзақ болсын. Аллаға акбар. Amin. Екі жасқа табылсын. Al kelesi basın babası. Amin. Алатын баласы. Allah. Amin. Ashabalarımızdan aslan alır oturunuzlar alayım. Oynadın balası izlattırma. Çok.
Söylese nasıl diyeceksin? Niye kaç kuruş? Gel. Ya zenginlerin kasına kıstırsak. Kızlarımızın Şembeki üç ağası var. Son üçüncü ağasının Kazakistan'da bir masaya ayı. Uzatılуда ұлымен келін болған. Енді мына үйленіп жатқан екі баламыз бақытты болсын. Осы екі жақтың әрқайда үлкен ордасы болып, алтын көпір болып отырғанымызда мәлесен жүре берсін, үлкен отбасы болсын. Бақытты болсын екеуіне. Амин. Жақсы, ағзалықты құдайымызға маңалыз. Осы күндегі маған берілген тізім бойынша құдалар әулетінің ақ тілегі өз мәресіне жетіп жатыр. Жақсы тілегін жолдайтын құдаларымыз, құдағиларымыз болса келіңіздер, микрофон ашық, асып алаңнан қабылыңыздар дегенді құдаларға ескертеміз. Шыбар әулетінің де тамаша тілегін шалғайтын жастар жағынан ақ тілегін арнайтын кісілер болса, келе қалыңыздар жақсы тілек. Құрметті құдалар, бізге сida бағдарламамызға келіп, алғыстарын бөліп Arkadaşlar, Allah razı olsun. Arkadaşlar, rastlanan zaman bekleyin sağ olsun. Elimde toyumuz kazanırsa, işte bana da varlığı şu olmayan var dediyse, eşeğe gittim. Elimde, erkek babamız bakımlı olsun arkadaşlar. Benim çaktığım hanımefendilikten razı olsun. Elimde rastlanan tamplarınıza koyun. Rastlanan pedagogimizin köpüne soralım. Yeniden Yılkan Türkiye'nin masumumuz var. Arkadaşlarımız Navastop Kızılsı'da olan Türkçe'nin katılımı Selam Hoca'nın İmamımızın Ben böyle düşünmesi var. Енді arkadaşlar ama bu toylarımız жалғаса берсін. Қазақстанда той жалғасын. Allah razı olsun sizlere. Рахмет, жас тойлап жас мың жыл насып қойғанымыздар, осындай қараға жатқан жоқ, сағатқа асықпай ішінше отыра беріңіздер. Ойын зауып тұрмыш, ойлап күліп отыра беріңіздер. Алайда ассалаумағалейкум, құрметті қонақтарға, келген қонақтарымызға гүл өтсін. Біз енді өткенде күні бардық, таныстық. Дегенмен де осы екі бауырымыздың ақ тілегіне келіп, жиналған қауым сіздерге Алланың нұры жаусын. Дастархан тек жақсылыққа осы екі бауырымыздың бақытты болып, үлкен бір абырдан айналуына бәріміз тілектеспіз. Енді дегенде бағана бері айтылып жатқан ақ тілектің бәрі Алланың көзге құлағына шалсын. Алдарыңыздан астан алып үшін жеп көңіл отырыңыздар. Бәрекелді. Бәрекелді осы құдайға қошында. Бәрекелді ендеше, тамаша тілек құдағиларымыздан болсын. Әрине әуелге алдын жақсы тілегіміз біздің Шымбайлы құдағимыздан ақ балапанын өз құдағиына тапсырып жақсы тілегін жолдай кетсін. Құдағилар, ағайын туыстар, жеке бауыр өтесілер, сіздерге жанымыз жолдаймын. Әрқашанда осындай ат дастарханның үстінде аман-есен кезге берейік. Екі қосылған қос балапаным екеуіңе бақыт берсін. Үлкен аналарының жолын берсін. Әрқашан екеуіңе ден, саулық, зор байлық тілеймін. Құдағиым, осы екі баламды мен әрқашанда сізге аманат еттім. Денеңіз саулық, осындай ақ дастарханның үстінде әрқашанда аман-есен кезге берейік. Құрметті құдағилар, және де туған туыстар, сіздерге көптен көп рахмет. Екі балам бақытты болып, біздің ақ дастарханда отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Әлде де осы екі баламды біздің тәрбиеде өз неменен білгенімше айтам ғой.
әрқашанда дендегі сау, күнделікті үлкен кісілердің тілін алып, бастары аман, дендегі сау болып, үздік жүрегесін басқа не айтамын. Бәрекелді расымен жүрегі жарларда ұйғанып тұрған ақшалықта аналарымызға қошамет. Отырмаймыз ғой. Билер келдер ән салып тастаймыз. Сонан соң бұрақ отырмыз. Келіңіздер. Ән айтып қыстаймыз енді. Мен енді ән білмеймін, менің әнімді күйеу барам айтып берсін. Сіздің келініңіз айтасыз онда. Сіздер айтсаңыз сағадыра берсеңіздер, болса әніміз. Сіздерден қайды жоқ екен. Ал құдағайдың күйеу баласы, әнші жігіт ауыр шаңасы, өнерлігі құланып балағыштан әмші балақпенен құдағайдың күйеу баласынан нағашыға айтқаныңыздар. Ал және осы нағашылардан бір тілек бар деген. Ағамыздың атын айтып беріп, мен Мұтықбатов Жәкөк ағамыз жақсы тілекті нағашылардан жолдайды. Алық тілегін арнайды деген. Күнес ағамызды ортаға шақырайық. Бәрекелді мінеки Күнес ағамыздан нағашылардың ақ тілегі болсын ендеше. Ал құрметті ағайын, ассалаумағалейкум, тойға қош келдіңіздер. Ал енді біз екі атаның баласы бармыз осы жерде. Біз Қазақстан Республикасында қарағандыда тұрамын. Той тілеулеріңіз қанатты болсын. Бір тұрға екі артасын деп алданыңызға, қанаттыға, қаттыға, тұмсыққа, шоқытпай, амандықта болсын, екеуі сыйлап, адам болыңыздар, аналар араласын, ана рәтміштер араласын. Тойдан тойға баса берсін, ешқандай жаманшылық көрмесін. Бірінші тапсырмағым осы. Біз енді аяқ астынан жолаушы осы жиенінің тойына қаппақтасын. Сөгі жамандамаңыздар, аяқ астынан деп қабетте жамандаңыздар. Тойларыңызға келдірсін жер айтсам ба, аман сау, тілдіңіз сау. Алла! Yüreğim tüyüray tüyüray